Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда жаңа рецепт. Дәмі өте керемет палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көреміз және лайк басамыз. Жуылған сәбізді алып, осылай екіге бөлеміз және осындай ұзынша етіп турап шығамыз барлығын. Пиязымызды турап болғаннан кейін етімізді алып, ұзынша және жұқа етіп тураймыз. Сол кезде біздің етіміз тез піседі, әрі жұмсақ болады. Негізінде қыздар, өздеріңізге қалай ыңғайлы етті турап қуыру, солай жасасаңыздар болады. Мен тек өзімнің тәсіліммен бөлісіп жатырмын сіздерге. Осы екі пиязды алып, жақсылап турап аламыз. Майымызды құйып, қазанымызға жақсылап қызып болғаннан кейін пиязымызды қоңыр түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Мен пиязды ұзақ қуырамын, сол кезде палауымның дәмі, түсі өте керемет болады. Және осы пиязымыздың үстіне етімізді осылай бір-бірден салып, жақсылап қуырамыз, шамамен 10 минуттай. Достар, негізінде осы палаудың құпияларының бірі, өте дәмді болып шықсын десеңіздер, пияз бен етті жақсылап қуырыңыздар. Сол кезде майымыздың түсі өзгеріп, жаңағыдай күрішіміздің түсі қоңырқай түсті болады және дәмі өте керемет болып шығады. Және осы етті жақсылап қуырып болғаннан кейін, шамамен 10 минуттай қуырамыз. Оның үстіне тұзымызды салып, дәміне қарай тұз қосамыз. Тағы да кішкене қуырып аламыз. Үстіне туралған сәбізімізді салып, тағы да шамамен 5-10 минуттай қуырып аламыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне қайнаған суымызды құямыз. Достар, егер видеодан байқасаңыздар, мен суды көбірек қосып қойған екенмін. Сол себептен сіздер суды көп қоспаңыздар. Және де айтарым, осы ет пен сәбізден аспауы керек. Кішкене ет пен сәбіз судан жоғары болып тұру керек. Яғни суыңыз одан бетінен асып кетпеу керек. Сол кезде сіздердің күріштеріңіз өте дәмді болып шығады, шашылып, дәмді болып езілмей пісетін болады. Енді күрішімізді жақсылап жуып болғаннан кейін, шамамен 30-40 минуттай қайнаған ыстық суға бұқтырып қоямыз. Қазанымыздың қақпағын ашып, дәл ортасына сарымсағымызды саламыз. Оның үстіне күрішімізді салып, баяу отта шамамен 15-20 минуттай қазанның қақпағын жауып, өз буына пісіріп аламыз. Достар, ұзақ пісірмеңіздер, себебі бұл күрішіміз өзі ыстық суда 30-40 минуттай бұқтырылып тұрады. Сол себептен аз уақыттың ішінде піседі. Көп пісірмеңіздер, себебі күрішіміз бен сәбізіміз бір-біріне бірігіп, езіліп кететін болады. Міне біздің палауымыз дайын болды, пісіп шықты. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, түсі деген өте керемет, дәмінде ешқандай сөзім жоқ. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің күріштеріңіз осылай видеодағыдай өте әдемі, түсі де керемет болып шашылып пісетін болады. Достар, жақында менің каналыма керемет рецептің видеосы шығатын болады. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, міндетті түрде. Және осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Сіздермен болған Ақбота.